Бас бармақты бүгіп жерден көтерілу жаттығын жасау мүмкін бе? Сенбесеңіз, пәкістандық азамат осы бір өнерінің арқасында Гиннестер рекорды кітабына енді. Ол 1 минут ішінде 33 рет жерден көтерілген. Дәл осындай талантының арқасында жамбылдық Асқат Абзалбеков те тараздықтарды таңдай қақтырып қана қоймай, әлемдік рекордына қайта жаңартты. Жас рекордсмен Таразда тұрады дегенде естіген арна тілшілері онымен кездесіп ерекше өнерін көзбен көріп қайтты. Бейнематериалдан бірге көрейік. Бұл Асқат Абзалбеков жастайынан спортты жанына серік еткен, желідегі жұртты таңғалдырған жігіт қос бармағымен 1 минутта 36 рет жерден көтеріле алады. Ол әлеуметтік желідегі мына бір бейне жазбаны көріп бірге жүрген достарымен бәстесіп қалады. Осылайша бір ай көлемінде тынбай жаттығу жасаған жас спортшы осындай нәтижеге қол жеткізген. Пакистанец бір саусақпен 33 рет отжимания жасап Гиннестер кітабына енген. Соны досым екеуміз спорласып, бір айда сол рекордты жаңартамыз деп спорластық. Бір айдың ішінде күнделікті жаттығудың арқасында осы рекордты жаңарттық. Бас бармағында білектің күші бар спортшының ендігі мақсаты бір. Ол Қазақстанның Гиннестер кітабына ену. Себебі дәл мұнда жетістікке жеткендердің бірі әлгі пәкістандық азамат болса, бірі тараздық Асқат. Жас спортшы еңбекпен келген жаңа рекордында әлем білсе дейді. Дегенмен талантымен танылған ерекше тұлғалардың тізіміне кіру оңай еместі. Қатаң талап бар. Алайда талантты азаматтың бұл мәселесіне бізде қол ұшын созбаққа ниеттендік. Осылайша Қазақстан рекордтар кітабының рекордтарды тіркеу департаментіне хабарласқан болатынбыз. Бізге білмеймін мәліметін, газеттің вырезкасын бізге жібермеймін. Электронный почта арқылы болсын, былай болсын, хатпен болсын, суреттерін, видеосын, қазір енді оның бәрі электронный поштамен жіберуге болады ғой. 23 жастағы жаңа рекордсменнің Қазақстан Гиннестер кітабына енуге толықтай мүмкіндігі бар. Мұндай жаңалықтың елеусіз қалмайтынына Асқат сенімді. Өйткені спортты серік еткен жеткіншек рекордты әлі жаңартуға ниетті. Меруерт Тухмолдаева, Дәулетбай Нұрмахан, 7-7.